Рахманның жақсылығы өте көп адамға берілген. Өте көп. Оны санап жеткізе алмаймыз. Өзіне ғұмыр бойы жақсылық жасағанды мойындамаған. Қарасаңшы қандай. Ғұмыр бойы жақсылық жасағанды мойындамағандар. Солардың ішіндегі ең үлкендерін бірінші тартамыз дейді тозаққа қарай. Сумма ланахну а'ламу биллазина хум аула биха силия. Сосын біз өзіміз білеміз дейді Алла Тағала. Мен жақсырақ білемін кімнің ол тозақтың ішіне тасталуға лайықтырақ екенін дейді. Мысалы Ухуд шайқасында бір кішкентай бір жас бала шахид болады. Анасы қасына кеп, "Ай балақайым-ай, жәннат бұйырады ғой енді саған" деп отырады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Оны қайдан білдің?" дейді. Қараңыз қандай сүйікті пайғамбарың айтады бізге. Оны қайдан білдің? Бәлкім бұл өзіне қатысы жоқ сөздерге араласқан шығар дейді. Аталған көрдіңіз ба? Туысқан. Мен білем дейді кімді салу керек екенін. Міне бұл бізге үрей шақырады жүрегімізге, мұсылмандарға. Менің бойымда сондай қылықтар жоқ па екен? Мен алданып жүрген жоқпын ба екен деп. Мен білем дейді кім лайықтырақ екенін оған түсуге. Осы жерде сіз түсініңіз, Алла Тағала ешкімнің туысқаны емес. Ол рақымды, мейірімді. Егер кешірім сұрауын көп болса Алла Тағаладан. Сосын тағы бір қорқытады. Ескерту жасалады. Бұл жерде мұсылмандарды әбден тәрбиесіне кіргізіп алуды қалап тұр Алла Тағала. Ва ин минкум илля варидуха. Ешкім жоқ сендердің іштеріңде, ей адамзат, сол тозақтан өтпейтін дейді. Сол тозаққа қарай келмейтін іштеріңде ешкім жоқ дейді. Құрандағы ауыр аяттардан бірі осы. Адам намаз оқиды, ораза ұстап жүр, зекет беріп жүр, қажылыққа барып жатыр, бірақ тозақтың қасынан өтесің дейді. Бұл өзгермей ма бұл үкім? Кана аля роббика хатман мақдия. Алла Тағала бұл шешімді кесіп қойған дейді бітті. Сөйтіп жаңағындай Алла Тағала сақтасын тозақтан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, кімде кім "Ма мин абдин ясалуллаха аль-джанната саласа марратин қат илля қалатил джаннату робби адхилху ияя ва саласа марратин истажара минан нари илля қалатин нару Аллахумма ажирху минни" деп айтады дейді. Бір мұсылман жоқ дейді. Егер де шын уайымдап, "Раббым маған жәннатты берші, жәннатқа кіргізші" деп үш рет айтса, жәннат жаңағы дұғасын жәннатқа жеткізеді екен Алла Тағала. Сөйтіп жәннат жауап қайтарады екен. Сонда жәннат айтады екен: "Раббым маған кіргізші бұны" деп. Сондай-ақ 3 мәрте тозақтан сыйынса, тозаққа естіртеді екен де. Тозақты қараңыз, сыйынып отқан адамға қатысты не айтады екен: "Раббым менен сақташы бұны" деп. Не сол дұғаларды жаңа ішімізден үш рет, мысалы тозақ мәселесі айтылып отқан кездерде, соны ішімізден үш реттен айтып үлгеріп отырайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өсиеті бойынша.